Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Гүлім, мен жанұялық дәрігермін. Сондықтан бүгін соңғы кезде көп адамдарды қобалжытып, уайымдатып жүрген тақырыптардың бірі менингитке сөйлескім келіп тұр. Менингококкты менингит ауруына сөйлескім келіп отыр. Жалпы менингит деген түсінікті сіздерге беретін болсам, менингит бас миының жалпы жұмсақ бөлігі, бас миының негізі және де бас миының қатты бөлігі, ол сүйегінің арасында қабаттар болады. Соның қабынуы және жұлынның қабынуы, спинной мозг дейміз, соның екеуінің қабынуы менингит деп аталады. Менингиттің себептері негізі бактериалды болуы мүмкін, вирусты болуы мүмкін және грибковый болуы мүмкін. Негізі біз қазір бүгін таралып жатқан ол бактериалдық себептегі менингококк, ол бактерияға жатады. Сондықтан қазір бүгінгі менингококкты, менингитті сөйлесеміз. Жалпы оның ағымы, менингококкты менингит қалай өтеді? Менингококкты менингит өте ауыр өтеді. Инфекциялық аурулардың ішінде өте ауыр түрі. Жалпы оның ағымы өтуі. Ол ағымына байланысты 3 сатысы бар. Ол молниеносный, қазірде жүріп жатқан. Ол көбінесе науқас бір күннің ішінде негізі емделу керек. Бірінші симптомдарынан бастап. Қазір мен симптомдарын айтамын. Өте тез өтетін түрі, және де острый түрі, ол жедел түрі. Жедел түрі де өте тез өтеді. 3 күннің ішінде науқас емін алу керек. Және 3 күннің ішінде алмаса, ол да өте ауыр жағдайларға келеді. Және де созылмалы түрі, ол созылмалы түрінде науқас қашан басталып, немесе дәрігер қашан басталып, қашан бірінші симптомдары басталғанын да білмейді. Өйткені ол өте ұзақ және созылмалы өтеді. Жалпы мен екінші тоқталатын нәрсем ол таралу жолы. Таралу жолы инфекцияның, негізі менингококковый инфекцияның таралу жолы, ол воздушно-капельный путь, ол ауалы тамшылы жолы. Негізі ауалы тамшылы жолы, ол бірінші негізі носительдері негізі алып, сол инфекциямен ауырмайды, менингококкпен ауырмайды. Негізі мұрын жолдарында, немесе ауыз жолдарында сол инфекцияны алып жүретін адамдар бар. Бірақ олар өздері ауырмайды, носитель болып табылады, сол адамдардан жұғуы мүмкін. Және де ауру адамдардан жұғуы мүмкін. Таралу жолы негізі инфекцияның көбінесе 80%-те ауалы тамшылы түрі болады. Ауа арқылы сөйлескен кезде, жаңағы науқас адаммен немесе тасушы адаммен сөйлескен кезде, бетіне сүйіп амандасқан кезде, қолын алған кезде, былай жақын сөйлескен кезде, және де басқа да жолдары бар. Ол тағам арқылы, су арқылы, немесе жуылмаған көкөністер жеген кезде таралуы мүмкін. Екінші түрі ол гематогенді, лимфогенді дейді, оның қан арқылы таралады. Бұл кезде ол туралы сөйлеспейміз біз. Негізі ауада менингококк инфекциясы 1 минутқа дейін шыдамайды, таза ауада, далада. Сондықтан далада жүрген кезде көбінесе, егер балаңыз ауырып қалса, орызымен ауырып жатса, далада көбінесе жаздық мезгілде далада серуендеген дұрыс, өйткені көп инфекциялар таза ауаға шыдамайды. Рискаға кім жатады? Ауру адамдар, немесе көбінесе көп ауыратын науқастар жатады. Иммунитеті төмен адамдарда көбінесе жұқтырып алуы мүмкін. Бірақ негізі жақсылап тамақтану керек. Сонда иммунитет төмен, көбінесе орызымен көп ауыратын адамдар, кішкентай балалар және де студенттер, солар фактор рискаға жатады, өйткені олар дұрыс тамақтанбайды. Негізі қазір осы периодта дұрыс тамақтанып жүрген дұрыс. Келесі сіздерге мұқият тыңдайтын нәрселеріңіз ол симптомдары. Негізі менингококкты инфекцияның ол 3 триадасы болады. 3 симптом болған кезде міндетті түрге жүгіріп барып врачқа немесе скорыйды шақыруыңыз керек. Бірінші ол бас ауру. Балада немесе ересек адамда егер бас ауырса, бас ауырғанда өзіңізде күнделікті әшейін бас ауырғанға ұқсамайды. Ол кезде басыңыз сынып бара жатқандай, алға қарай еңкейген кезде бас қатты ауырады. Сол кезде сіздер міндетті түрде дәрігерге қаралуыңыз керек. Екінші триада деген 3 симптомнан тұрады. Екіншісі ол жаңа бас ауру, бірінші. Екіншісі толастамайтын құсу. Толастамайтын құсу ол құсқан сайын адамдар шамал жеңілдеп қалмайды. Бұл жерде керісінше құсқан сайын қайттан құсқысы келе береді. Адам тамаққа тәбеті әрине болмайды. Болмаса да ішінде барлығын құса береді. Толастамайтын құсу. Екінші, үшінші және де сып дейді, немесе бөртпелер, петехиальный сып. Бұл петехиальный сып дегеніміз қалай болады?
қызыл нүктешелерді былай дұрыстап қарасаңыз, ол тамыр кішкентай капиллярлардың жыртылған капиллярлар сияқты болады. Петехиальный сып деген сондай. Петехиальный сыпты басқа бөртпелерден айырмашылығы, оны сізді теріні ұстап көрсеңіз, басып көрсеңіз, ол кетіп қалмайды. Басқа сыптар басып көрген кезде терімен бірге түсін өзгертеді. Бұл жерде қанталамалар болады, бұл жерде өзін түсін өзгертпейді. Және де келесі біздің айтатын нәрсеміз, соңғы үшінші симптомы ол температура. Температура бұл жерде өте жоғары болады, 2 күннен аса болады. Және де 2 күннен аса температура болып жатса, егер температура жаропонижающий парацетамол, оның аналогтарына егер басылмай жатса, тез көтеріліп кететін болса, сізде басқа аурулармен ауырған кезде, көбінесе температураны түсіретін дәрілер берген кезде сізде температура түседі. 6 сағат, 8 сағатқа дейін түсіп тұру мүмкін. Бұл жерде ондай емес. Жаропонижающийге өте әсері аз болады, сондықтан тез көтеріліп кететін. Бұлда температура болған кезде лихорадка болады, діріл болады. Бұл жерде міндетті түрде температура өте жоғары болады, және де діріл, озноб болады. Сондай кезде осы 3 симптом болған кезде міндетті түрде дәрігерге көрінесіздер. Жаңағы артқы бұлшықеттің затылық дейді ғой, соның бұлшықеттерінің, артқы бұлшықеттер, мойын бұлшықеттерінің қатаюы, ригидтілігі деп аталады медициналық тілмен. Бұл ригидтілігі сіздерге көбінесе бала, қазір сурет қоям, сондай күйде жатады. Бұл күйден былай басын бұрған кезде алдыға қарай бұру мүмкін емес болады. Оған дейін жеткізбей, жаңағы алдыңғы 3 симптом болған кезде міндетті түрде дәрігерге көрінулеріңіз керек. Енді профилактикаға келеміз. Профилактика дегеніміз бұл спецификалық, не спецификалық бөлінеді ғой. Не спецификалық дегеніміз біз не өзіміздің қолымыздан не келеді, соны жасай аламыз. Біздің қолымыздан келетіні негізі қазір көбінесе бөлмелерді жақсылап, ауасын тазартып отыру керек. Күніне 3 рет. Жақсы ауа райы болғанда терезені ашып қою керек. Өйткені жаңа айтып өткендей, бұл менингококк инфекциясы таза ауада өмір сүре алмайды. 1 минутқа да жетіп өмір сүре алмайды. Сондықтан таза ауада көбінесе бөлмені тазартып отырамыз. Және де міндетті түрде даладан келген кезде қолды жуамыз, мұрынды тазалаймыз, аузыңызды шаямыз. Өйткені менингококк инфекциясы бірінші мұрын арқылы, ауыз арқылы кіретінін есімізден кетірмейік. Және де қазір WhatsApp'та немесе басқа әлеуметтік желілерде көп нәрсе таралып жатыр. Профилактиканы антибиотикпен жасау керек деп. Профилактиканы ешқашан антибиотикпен жасамаймыз. Антибиотик тек өзінің атайды тұр, антибиотик, антибактериалдық, бактерияға қарсы деп. Егер сіздің ағзаңызда барлығы жақсы болса, ешқандай ауырып тұрған жоқ болсаңыз, балаңыз ауырып тұрған жоқ болса, бактериясы іште, менингококк инфекциясы жоқ болса, не үшін ол антибиотик керек деген сұрақ туындайды. Сондықтан профилактика жасауға болмайды антибиотикпен. Тек мен айтарым, егер сізде контактта болсаңыз, жақындарыңыз менингококкпен ауырған болса, сол кезде ғана сіз жақын сол адаммен контактта болсаңыз, сол кезде антибиотик қабылдауға болады деп айтуға болады. Ол әрине, бірақ дәрігердің кеңесімен әрине. Және де келесі бізде пункт ол маскалар. Көбінесе мен қазір далада көріп жүрген көп адамдар маска далада киіп жүр. Негізі масканың әсері 2 сағаттан 4 сағатқа дейін екенін ұмытпайық. Бір масканы 3-4 күн кигенмен сізде киіп жүре бересіз, бірақ оның әсері болмайды. Және де далада киген маска дұрыс емес, ол қажеті жоқ. Өйткені далада менингококк инфекциясы жаңағы айтып өткендей өліп қалады, 1 минутқа дейін тұра алмайды таза ауада. Сондықтан далада киюдің қажеті жоқ. Тек қай кезде кию керек? Жабық бөлмелерде. Егер сізде жұмысыңызда бір бөлмеде көп адам отыратын болса, жабық болса, терезе ашылмайтын болса, сол кезде маска киюіңізге болады. Негізі автобуста да болады киюге. Және де жұмысқа баратын болсаңыз, оразамен ауырып қалсаңыз, немесе балабақшаларға балаңыз баратын болса, сол кезде сіз балаңызды егер ауырып қалған болса, бірінші температурадан бастаса, әрине үйде тастау керек. Балабақшада көбінесе ата-аналар сұрау керек, тек қана сау балаларды алуға. Өйткені әрине білесіздер, оның бәрі тез таралып кетуі мүмкін. Сондықтан балабақшаға барғанда баланы тек сау қылып апару керек. Және де көбінесе көп адамдар жиналатын жерлерде
торговый центрларда немесе далада көбінесе тонақтар болып жатыр ғой, ауызашар дейміз, сондай жерлерге балаларды көбінесе апармауға тырысуға керек. Өйткені кішкентай балалар олар тез қабылдағыш болады, сондықтан қажет емес қазіргі алдыңғы 2 аптада ондайға баруға. Қазіргі ауа райына байланысты көбінесе жауын болып жатыр, одан кейін жаңбыр болып жатыр, одан кейін күн салқындап жатыр, жылып жатыр. Осы ауа райы осы менингиттің асқынуына келіп тұр. Негізі жылыған сайын кетеді, болады, және де қазірде болып жатыр. Барлық елде де болады, дамыған елде де, дамымаған елдерде, барлық елдерде бұл менингококк инфекциясы бар. Және де жыл сайын инфекциялық жаңағы ауруханаларда бұл аурулар өз емін алып жатады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.